Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз бүгін Алатаудың өрінде, Киелі Іле ауданының жерінде номері 53-ші Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектептің төрінде отырмыз. Бердібек Соқпақбаев балалар әдебиетінің бағбаны, менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат сынды кітаптарымен оқырман қауымның сүйіктісіне айналған халықтың сүйікті жазушысы 1924 жылы дүниеге келіп, 2024 жылы Соқпақбаевтың 100 жылдық мерейтойы республика көлемінде аталып өткен болатын. 2024-2025 оқу жылының күзінде осы 53-ші орта мектепке Бердібек Соқпақбаевтың аты беріліп, Іле ауданында да дүркіреген той өтті. Бүгін Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына арнап, Бердібек Соқпақбаев атындағы мектепте осы жазушының атында мектеп театры ашылып, және ұстаздар арасында Бердібек балалар бағбаны атты сайыс өткен болатын. Ақмарал Құлманжанқызы, осы жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуде жаңадан құрылған тіл ұлт рухының жаршысы атты жоба ашылған болатын. Осы жобаның аясында қандай іс-шаралар қолға алынды, осы төңірегінде айтып өтсеңіз. Жалпы Алмат Ергешбайұлы, сұрағыңызға көп рахмет. Іле ауданы Алматы қаласына жақын орналасқан өте үлкен ірі аудандардың бірі. Бізде мектеп саны көп, бала саны көп. Сол оқытып жатқан балаларымыздың арасында дарынды балалар өте көп. Солардың ішінде шығармашылық қабілеттерін дамытуды мақсат етіп қойып, іріктеп, театрға қызығушылығы бар балаларды театрға тарту мәселесі қазір бізде бірінші кезекке қойылған. Осы уақытқа дейін бізде 3 театр мектепте ашылып, мектеп театры бағыты бойынша жұмыс істеп жатыр. Енді бүгін театр ұлт рухының жаршысы жобасы бойынша, аудандық жоба бойынша, осы Бердібек Соқпақбаев атындағы мектепте театр ашылып отыр. Тұсауы бүгін кесілді. Оған біз өзіміз дән ризамыз. Себебі осындай үлкен заманауи мектепте балалар үшін бар жағдай жасалған, және де сахна жоқ болса да бұл жерде сахна қолдан жасалынып, мектеп әкімшілігі қолдауымен, мектеп ұжымы қолдауымен көптеген жұмыстар атқарылуда. Жалпы аудан атынан номері 53-ші Бердібек Соқпақбаев атындағы мектеп ұжымына алғысым шексіз. Осы уақытқа дейін қаншама жұмыс атқарылды. Оның барлығының мақсаты бір: біздің өскелең ұрпақты дамыту, олардың шығармашылық қабілеттерін ояту, ұлттық құндылықтарға деген қызығушылықтарын ояту бағытында көптеген жұмыс атқарылып жатыр. Сол енді осы мектепте сол істің басқасында жүрген Тоғжан Қайратбекқызы, өзіңіз менің сөзімді жалғастырсаңыз жақсы болушы еді. Осы жоба аясында бүгін біздің мектебімізде театр ашылып отыр. Бұл театрды ашу барысында біз бірқатар жұмыстар атқардық. Оның атап өтер болсақ, ең бірінші кезекте біз мұғалімдер мен оқушылардың ойын пікірін білу үшін сауалнама жүргіздік. Сауалнама нәтижесі бойынша әрине біз оқушылардың да мұғалімдердің де театрға деген қызығушылығын байқадық. Келесі кезекте шығармашылық топ сайланды. Театрдың шығармашылық тобы сайланып, дарынды да талантты оқушыларымызды анықтау үшін біз іріктеу шарасын өткіздік. Іріктеуге 40-тан астам оқушы қатысты, оның 13-і осы театрға қабылданды. Әрі қарай біз осы жоспар бойынша, біздің қолымызда жоспар бар, жоспар бойынша осы театрға қабылданған оқушылармен әрі қарай жұмысты жандандыратын боламыз. Жақсы. Енді сіз оқушылар туралы айттыңыз. Театр ұжымы тек оқушылардан ғана құралған ба, әлде өнерлі ұстаздарыңыз бар ма осы ұжымда? Біздің мектебімізде өнерлі ұстаздар да бар. Бірінші осы бүгін біз театрдың ашылу болды дедік қой, сол кезде алғашқы қойылым осы ұстаздардың қатысуымен де өтті. Сол себепті әрі қарай театр тек қана оқушылармен ғана емес, мұғалімдердің де қатысуымен жүретін болады. Неге ұстаз туралы қойылымды таңдадыңыздар? Бұл мұғалім қойылымы, жаңа көрермендер де айтып жатты ғой, үштік одақ деп. Яғни осы жерде мұғалім, ата-ана және оқушының арасындағы тығыз қарым-қатынасты көрсеткіміз келді. Бұл жерде тек қана мектеп баланың тәрбиесімен ғана айналысып қоймай, ата-ана да тығыз мектеппен қарым-қатынаста болу керек деген ойдамыз. Соны біз барынша көрсеткіміз келді және мақсатымызға жеттік деген ойдамыз. Рахмет. Сөйлеп жаңа Ақмарал Құлманжанқызы аудандағы дарынды шәкірттермен жұмыс туралы айтып өтті.
сіз енді осы мектепте де жаңағы дарын шәкірттердің көп екенін көріп жатырмыз. Солармен тағы да қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Енді біздің мектебіміз үшін бүгінгі күн ерекше тарихи сәт деп айтуға болады. Тек қана біздің мектеп емес, жалпы Іле ауданындағы үлкен қуанышты күн деп есептеймін. Себебі балалар әдебиетінің классигі, көрнекті тұлға Бердібек Соқпақбаев атындағы мектепте осындай үлкен театрдың тұсаукесеріне куә болып отырмыз. Яғни біздің мектепте өзіңіз айтып кеткендей дарынды оқушылар өте көп. Республикалық деңгейде, ғылыми жобалардан, олимпиадалардан, яссауи оқулардан биылғы жылдың өзінде 4-5 оқушымыз республикалық деңгейде жобалар бойынша бірінші, екінші, үшінші дәрежелі деңгейде өздерін көрсете білді. Сондықтан да бұл театрдың негізгі мақсаты жалпы ұлы жазушының шығармаларын тек қана сахна арқылы ғана емес, жалпы біз рухани тұрғыдан көрсете білу жан-жақты. Осы тұрғыда біз жұмысты жандандырамыз және ұлттық құндылықтарымызды сахна арқылы да болашақта мұғалімдеріміз бен ұстаздарымыз бірлесе отырып көрсетеді деген ойдамын. Жақсы, рахмет сізге. Нұрбек Серікбайұлы, театр синкреттік өнер екенін бәріміз білеміз. Енді бүгінгі көрген қойылым бойынша өз ойыңызды айтсаңыз, енді Түргенев атындағы академияның түлегісіз, осы кәсіби тұрғыдан жас ұрпақты осы театр өнеріне баулуда қандай іс-әрекеттер қолға алуға болады? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Рахмет, мен біріншіден театр өнері туралы айтқым келеді. Театр біз білетініміздей жалпы үлкен синтездік өнер деп айтамыз. Бұл жерде театрда қызмет атқаратын бір функциясы бар адам, бірінші жан-жақты білімді адам болу керек. Егер ол әртіс болатын болса, өзінің ойнайтын рөлін жан-жақты танып, зерттеу керек. Яғни әртістің бірінші танымы болу керек дейміз. Одан кейін әртіс сөз өнерін, тіл мәдениетін жетік меңгерген адам болу керек дейміз. Одан кейін оның музыкадан қабілеті бар, пластикадан ыңғайы бар кісі болу керек дейміз. Енді соның бәрін біріктіріп біз ұжымдық өнер жасаймыз ғой. Театр бұл жеке өнер көрсететін алаң емес, бұл топтасып өнер көрсететін алаң деп айтсақ, ұжымдасып өнер көрсететін алаң деп айтсақ болады. Енді қарап отырсақ, жалпы бұл мектептің бағдарламасында театрдың алатұғын орны ерекше деп түсінікті шығады. Себебі бұл горизонталды жоспарлау деп айтамыз ғой. Тіл біліміменен, музыкаменен, одан кейін жаңартылған білім беру бағдарламасында топтық жұмыс деген бар. Сол топтық жұмысты, командалық рухты дамытуға ерекше бір үлес береді, үлес қосады. Сонда қорытындылай келсек, театр ол тәрбие құралы деген ойға келеміз. Енді бүгінгі театр ашылып жатыр, үлкен театр, Соқпақбаев атындағы театр деп айтып жатырмыз. Қоғамдағы болып отырған түйткілді мәселелерді қозғаған бір өзекті қойылымды алды. Және соны көрермендерге қолжетімді түрде, анық түрде, түсінікті түрде жеткізе білді деп есептеймін. Өзім көрермен ретінде бірінші спектакльдің интригасы бар, басы бар, нүктесі бар, ортасы бар, және түйіні бар, көрерменге айтатұғым. Сондықтан бүкіл осы күнге дайындалған, үлес қосқан әріптестерге, балаларға алғысын білдіремін. Бұл үлкен жасалынып жатқан жұмыстың нәтижесі десек болады. Сөз қоссам ғой, жалпы бүгінгі қойылым бойынша бағана бізге қонақ болып кеткен Ақши халық театрының әртістері өте жоғары баға беріп кетті. Балаларыңыз өте дарынды екен, қабілеті жоғары екен деп көрген қойылымның ішінен, тіпті мынау оқушылардың ішінен біздің аудандық мәдениет үйінде, Ақши театрында өз өнерін көрсете алатын дәрежеде оқушылар бар екен деп өз ойларын айтып кетті. Ол да біз үшін өте жоғары баға деп есептеймін. Яғни бүгінгі ұстаздар және оқушылар қойған қойылым жоғары дәрежеде өтті деп есептеймін.
Ақмарал Құлманжанқызы, бұл ауданымыздағы тұңғыш театр емес пе? Тұңғыш емес, төртінші. Бұған дейінгі театрлар туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Бұған дейін театр, жалпы ең бірінші театр бізде Боралдай кентінде 40-шы мектепте Торғын Төлегенқызы деген ұлағатты ұстазымыз бар. Ақсарай деген атаумен алғашқы театр құрылған болатын. Ол театрдың қойылымдарына қызығып, бірте-бірте 19-шы мектепте осы Ащыбұлақ округінде Ақберен деген театр құрылды. Үлкен облыстық әдістемелік күн болған кезде Ақберен театрының мүшелері үлкен сахнада өз өнерлерін көрсетіп, ол жерде Алматы облысының бүкіл аудандары қатысқан кезде Қарагөз поэмасын, Қарагөз пьесасына жалпы тәнті болып кеткен болатын. Енді одан кейін жалпы бізде Асқар Тоқпанов ауылы болып аталды, бұрын Тассибат ауыл болатын. Сол жерде 42-ші мектеп, жаңа салынған мектеп, сол мектеп ұжымы үнемі әбіш оқуларына барып жүретін республикаға. Ол жерде сахналық қойылымнан үнемі олар бірінші орын алып, облыстық кезеңнің өзінде бірінші орынды ешбір ауданға бермей жүрген мектеп болатын. Бірте-бірте сол өнерлері дами келе театр ашу керек деген ұсынысты оны өзім айтқан болатынмын. Ол кезде Ғалия Құрманханова бірден мектеп басшысы қолдап, ұжым қолдап, қазір ол театр Ғабит Мүсірепов атындағы театрмен меморандумға отырып, кәдімгі деңгейлерін көтеріп, кәсіби түрде театр жұмысын жандандырып жатыр. Сол себепті осы 3 театрдан кейін бүгінгі 4-ші театр өзіміз өте қуаныштымыз. Жалпы аудан бойынша театрлар саны көбейген сайын біздің балаларымызға, дарынды балаларымызға бұл үлкен мүмкіндік деп есептеймін. Өйткені баланың ашылуына, өз-өзін көрсетуіне осындай театрлардың септігі өте мол. Әрі бәсекелестік. Әрі бәсекелестік. Сонымен қатар жалпы кейде болады, театр арқылы өз армандарын жүзеге асырып жатқан педагогтар да кездесіп жатады. Сол себепті мектеп қабырғасындағы театр ол тек қана оқушыға емес, ұстазға да керек, ата-анаға керек деп ойлаймын. Өз ойым осындай болып тұр. Жақсы. Енді әңгімемізді осы мектеп ұжымына, театр жетекшілеріне бір ауыз ақ тілектеріңіз білдірумен аяқтасақ. Жалпы ауданымыздың түлектерінің нәтижелері бізді қуантады. Әлі де қуантатын нәтижелеріміз көп болсын. Балаларға ақ жол. Жалпы аудандық әдістемелік орталық атынан Бердібек Соқпақбаев атындағы нөмірі 53-ші орта мектебінің ұжымына біріншіден алғыс айтқым келеді. Ұжымдарыңыз өте мықты, кәсіби, деңгейі жоғары. Осы бағыт бағдарларыңыздан таймаңыздар, тек қана алға. Оқушыларды дамыту жолында сіздерге тек қана сәттілік тілегім келеді. Рахмет Ақмарал Құлманжанқызы, Нұрбек Серікбайұлы. Жалпы нағыз дарын ауылда туып қалада өледі деген тәмсіл бар. Біздің Іле ауданында 45 жылдық тарихы бар. Ақши халық театры бар. Сіздердің де шәкірттеріңіз осы Ақши халық театры секілді үлкен өнер ордасына айналып, шәкірттеріңіз биік-биік белестерді бағындырып, республика көлемінде, тіпті халықаралық деңгейде жүлделі орындарға ие болып, әлем танитын театр болғаныңызға тілектеспіз. Рахмет.